Армысыздар қазақтар, қайырлы бейсенбілер. Мен бір нәрсе айта кеткім келіп тұрды. Енді түсінем ғой, енді біреуіңіз ашылып жатсыздар, біреуіңіз әлі оянбай жатсыздар. Әлі сол ислам жетегінде жүрген аға көкелер, әпке сіңілер, бауырлар, ағайындар жетеді. Сол кісілерге өтінішім, сұранышым, ұсынысым, сіздер мынау садақа бергенде ақшалай қазыналық билет дейді ғой, сол ақшалай эквивалент емес, сіздер мысалға аш адам болса тамақ алып беріңіздер, киімге, қандай да бір құрал сайманға мұқтаж болса сол саймандарын алып беріңіз. Оқуға төлей алмайтқан қанша студенттер бар, шәкіртақысына әлі жете алмайтқандар, қанша мысалға үйіне төлей алмайтқандарға сол үйіне төлеп беріңіздер, оқуына төлей алмайтқандарына оқуына төлеп беріңіздер, ашқа жаңағыдай сол асын алып беріңіздер, жоғын әйтеуір жоқтап, әйтеуір мұқтаж нәрсесін алып беріңіздер да, бірақ қолма-қол ақша бермеңіздер. Неге? Мен енді арқам бар, эзотерикпін, бұны қанша жылдан бері байқап келе жатырмын. Бізде қазақта садақаны лақтырады, тастайды, қайырды қолға береді. Көмек енді орып тапқаннан аза береді ғой, енді ол түсінікті. Бірақ сіз садақаны лақтырсаңыз да, Құдайға берді жалын дейді ғой, сіз ол қолына қайыр берсеңіз де, қазір кішкене заман басқаша болып кетті да, бір-бірімізден көмек сұрауға ұяламыз, бір-бірімізге көмек сұраудан жасқанамыз. Одан кейін мынандай Каспийдің заманында бір-біріне аударым жасай салады. Бірақ ол мынау табиғи әлемде, мынау рухани әлемде ол белгілі бір заңдылықтар бар да. Сіз олай ақшалай эквивалентте сіз өзіңіздің қаржылық канал дейді, қаржылық өзіңіздің күш қуатыңызды сіз өшіріп тастайсыз. Одан кейін сіз қалай көмек бере аласыз ол адамдарға? Сондықтан наны жоқ па, нан алып бер. Тамақ жоқ па, тамақ алып бер. Киім жоқ па, киім алып бер. Коммуналкасын төлей алмай тұр ма, коммуналкасын төлеп бер. Кредитін бір ай төлей алмай тұр ма, бір ай кредитін төлеп бер. Бензинін ала алмай жатыр ма, бензинін төлеп бер. Сондай жақсылық болу керек та. Ал жәмеге барып ақша тастау, ол енді қателік. Сол жақсылықты жөндеп жасаңыздар.